Міне құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Бізде бүгінгі жұмыстар обой жабыстыру жұмыстары болып жатыр. Бұл жерде бірінші айтатын сөз, стена осылай черновой лепкасы тартылу керек, равнять етіліп, клад жағылады. Кладтан кейін грунтовка жағылады. Кәдімгі банкадегі грунтовканы полный үшкіркіліп, грунтовка жағылып шығады. Грунтовка кепкеннен кейін обой жабыстыра бастаймыз. Қазір бізде потолок бітіп тұр, боялып тұр, және пол жасалып тұр. Егер есіктің проемдары жақсы келіп жатса, полды жасамай тұрып та жасауға болады бірінші. Мына жерде қазір обойный клей, метилан. Соған ПВА клейді қосамыз. 500 граммдық обойный клейге бір банкасын қосамыз ПВА клейдің. Сондай екеуі качествосы жақсы болып шығады. Стенаға міндетті түрде жағылады клей, обойға да жағылады. Міне қазір мына жерде біріккен жері свежий кезде көрініп тұрады шамалы. Одан кейін кекпенен кейін көрінбей кетеді. Егер жақсы андай стиктарын жақсылап қарасаңыздар. Қазір мына жерде стик бар, бірақ мынандай фактурасына қарау керек, міндетті түрде кесіп атқан кезде. Біреуін кесіп аласыз, мынандай висатаны, үйдің висатасына өлшеп, одан кейін екіншісін кесетін кезде қасына қойып көру керек міндетті түрде. Мына жерде вообще білініп тұрған жоқ, қазір стик. Осындай майда фактуралары, узорлары келу керек бір-біріне. Одан кейін екінші айтатын сөз, осындай бұрыштан басталу керек. Бұрыштан бастаған кезде 1 сантиметр углдан былай қарай асырып бастаймыз. Өйткені бұрыштан бастасақ, неқтан келген кезде бұрышқа шел қақ кетеді. Сондықтан осылай 1 сантиметр асырып бастаған жақсы. Одан кейін дальше кете береді. Сосын бұрышқа келген кезде бұны да сөйтеміз. 1 сантиметр асырып жерден, мысалға мына жерде стик болса, жерден 1 сантиметр асатын жерден кесіп аламыз. Одан кейін мынаны жабыстырып аламыз бірінші. Екінші жартысын мына бетке қойып жібереміз үстінен бастырып. Егер қатты білініп қалатын грубый обой болса, осы жерден екеуін қоса кесеміз канцелярский пышақпен. Сөйтіп артығын алып тастаймыз. Сонда стиковать етіледі бұл. Стигі білінбей кетеді. Міне қазір мына жерде стенаға жағып жатыр. Осылай валикпен жаға берсе болады. Бізде асығыстау болып жатыр, сондықтан есігіміз бүгін қойылған жаңа таборкасы. Енді жағып қойды, бүгінге қалдыра тұрамыз бұны осы бұрыштан. Бұрышқа шейін апарамыз, бұрыштан тоқтатамыз бүгінге. Мына жағы ертең кеуіп, үстіне қайтадан глаты барлығы жағылғаннан кейін жабыстыратын боламыз. Осы ағайындар түсіндіретін жұмыстар. Обой кебет. Көбісі түсінбейді, галтелді одан кейін жабыстырамыз ба деп. Потолок боялмай тұрып, или бояп барып жаптырса да болады галтелді. Галтел міндетті түрде бірінші жабысу керек. Одан кейін барып обой осының астынан кесіледі. Міне осылай стенаға жағылады. Одан кейін осылай бүктеп алып
апарып жабыстыра саламыз. Міне қазір мына жерде шоғы стиктары келу керек. Қазір келді. Ірікті уже. Неғыл түсіп кетіп ма? Неше сантиметрден кейін айқасады екен мұныкі? Қандай фактурасы неше сантиметр опыр арасы? Келді орында, дәл қыз. Шаман көтеру керек. Жоқ. Көтеру керек. Тұрыңыз. Фактуралары келіспей қалса, стик білініп қалады уже, стикқа міндетті түрде қарау керек. Осылай стигін келтіріп жабыстырып аламыз. Одан кейін кәдімгі шпательмен тарта беріп береді. Егер арзан обой болатын болса, мұндай темір шпатель уже болмайды. Обой чертше береді. Моющий обойлардың бәріне осы темір шпательді қолдана беруге болады. Артығы уже мына жерден қалады, сосын соңынан кесе саламыз. Кепкеннен кейін плинтус қойылады. Есікке обналичка қағылады. Сонымен жұмыс бітеді. Каналға жазылып, лайк басып отырыңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Біздің Ақылық деген жігітті қолдап отырыңыздар. Ау? Сіздер қаншалықты лайк басып, комментарий жазған сайын мына видеомыз рекке шығуына сеп болады. Сондықтан қолдап қойыңыздар. Сонда көбірек видео салатын боламыз. Енді біткеннен кейін тағы бір түсіріп жіберем. Қолдап отырыңыздар. Міне құрметті ағайын, жұмысымыз аяқталды. Обналичка есіктің барлығы бітті. Плинтус қағылды. Осылай болып шығады біткенде. Полымыз 12-лік ламинат. Обой жабыстырғаннан кейін міндетті түрде мынандай 1,5-1 уголок қойып жіберу керек. Башторка бәрі жасалды.